Жансая, қалайсыз? Айлығым башым. Көңіл күйіңіз қалай? Сіздің кешегі сезімдеріңіз қандай сезімде болдыңыз? Түсінсіз. Сенейін ба, сенбейін ба деген сияқты. Сондай бір түрлі қалдым негізі. Үйге барып кішкене былай ойландым, рас па екен деген кезде. Бірақ үйдегілер сеніп отыр екен, мен әпкелерімді көздерінен жас алғанмын. Мәссаған. Дәулет мырза, сіз қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, көңіл күйі. Жансаямен сөйлесе алдыңыз ба кешегі бір аяқ асты ашылған демейін, айтылған сөздер бойынша? Сөйлесек, біраз кішкене талқыладық. Бәрі жақсы. Сенімсіз ба өзіңізге? Бұйырса қазір ортаға шыққан кезде бәрін айта жатармыз. Олар сізге не деп айтты? Олар сен айтқан жоқ. Ештеңе айтқан жоқ па? Айбат мырза туралы не деп айтты? Соңғы рет айтқаннан басқа ештеңе айтпады. Жаман деп айтқан жоқ. Жаман деп те жақсы деп те айтқан жоқ па? Иә. Содан кейін Айбат мырза келмей қалды. Мен қатысы жоқ деймін. Сізге Дәулет мырза сезімін айтқаннан кейін Айбат мырзаны таппай қалды. Депрессияға түсті, ойнады. Иә. Мен бүгін айтып жатырмын, мектеп кезінде енді бәріміз наурызда әртүрлі өнер көрсететін едік қой. Сіз қандай өнер көрсететін едіңіз? Мен шынымды айтсам бар ғой, мектепте мүлдем өнер көрсетпеппін. Бірақ наурызда мынандай кішкене бір тақпақ беретін. Шалбардың арт қалтасында солай қалады. Мүлдем. Ашылмайтын ба? Мәссаған. Онда сізде тентек болғансыз ба? Әлде? Бұзық болды. Содан кейін өнерге қалай келдіңіз? Одан кейін сондай бір ой келді да, сол ойдың жетегімен сол оқуға түсіп, кәдімгідей. Қайырлы күн, достар, қалдарыңыз қалай? Бізде уже студияның сыртында ақырындап жайлап өзіміздің фотоға түсіріп, рекламаларды түсіріп, сондай бір съемка болып жатыр. Мына жақта Нұрай тұр, Эльдар, Нұржан. Мына жақта Оразғали мен Аида. И вот. Кішкене қуатым бар енді арасында, қатысушылардың арасында, сол өзім үйреніп қалсам, сол. Я, Эльдар. Я. Сол сен былай қарап түш. Неге? Көрмей қалыпсың дейсің. Осылай. Шыңғыс сөзге келіспей жатсыңдар жаңа келген қатысушымен. Білмеймін енді өзі ғой андай бөлініп бір бөлек әлем. Бізде понятие бөлек. Біздің адам емес қой енді. Маған бәрі бірақ. Екі түрлі понятиядамыз да просто. Сен қалай ойлайсың? Дайыл. Қастау. Жартау емес, өзін жөндеу керек қой. Кім? Жасы келді ғой. Көчіп отыр маған. Жасы келді ме? Білмеймін. Понятиясы бір түрлі. Саған бәрібір дәріс, иә? Ол саған тиіспесе зачем ол? Жоқ, мен тиісіп жатқан жоқ.